Мінеки Жайпурға да кеп алдық. 22 сағат жолда болдық. 22 сағаттан кейін Жайпурға да келдік. Жайпур деген сәл салқындау екен. Худимен жүрмін. Мумбайда 30 градус болса, Жайпурда 20 градус. Қазір таңертең болғаннан кейін енді таң болғандықтан сәл салқындау. Жанында Лукас бар. Ай. Лукас Бразилиядан, короче. Ай. Мумбайда танысып алдық, қазір Жайпурға бірге келе жатырмыз. Jaipur is good, brother? Oh no. That's very dry. Yeah. Енді Жайпурды аралап көретін боламыз, не бар, не жоқ. Қазір бірінші очередь хостелға бару керек. Хостелге барғаннан кейін дальше көреміз, не істеу керек екен. Мінекей. Осындай Жайпур. Ойызда түнде суық болды. Кондиционер деген ұрып жаурадық. Мінекей хостелге барып орналастым. Енді қазір Лукас екеуміз бір кафешкаға келдік, короче, андай. Кішкене нормальный кафешкаға осындай. Қазір енді таңғы асқа тапсырыс бердік. Жаңағы омлет, короче, андай шейк, сосын нан заказ бердім. Қымбат екен енді. Әрине, менюді қараңыздар. 400 рупиядан басталады екен, өте қымбат. Бірақ енді таза болғандықтан осы жерге келіп отырмыз. Қазір енді тамақ ішіп болғаннан кейін Жайпурды аралауға шығамыз. Қарап отырыңдар. Yeah. You speak Portugal, no problem. I'm Português. Okay. Não, calma. Go. Então, estamos aqui em Jaipur, conhecendo esse restaurante, esse café, né? Realmente parece bem interessante aqui. E é isso aí. Bora lá, né, Ruslan? Я, осылай. Лукас екеуміз бір кафеге келдік. Жайпурда былай нормальный, негізі жаман емес. Жайпур осылай енді комментария беріп жатыр, Лукас болғанымыз. Мінекей осындай тамақ келді бізге. Мына жерде нан болған, оны жеп қойдым. Ну, өшім әдем болып келген, түсіріп үлгермедім. Мінекей нан, қандай ванильный шейк. Лукас жеп жатыр. This is good. Good, yeah. Тәтті ма? It's tasty, тәтті ма? It's good? Yeah. Very good. Тәтті, короче, достар. 1000 рупия болды, короче, нан барлығы. Міне, достар, шаш алып жатыр осылай. This is India, Jaipur. Шаш алады осылай, ё-моё. God, this is, oh my god, Lucas? Yeah. It's good? Yeah. It's not good, brother. Yeah. Короче, Лукас екеуміз Жайпурды аралап жүрміз. Ұнаған жоқ Жайпур вообще, андай. Do you like Jaipur? No. No? Like? Короче, жаман жер екен анандайшы. Сасық, сідік, мусор. Адамдар далада ұйықтайды, короче. Оған қарағанда Мумбай, жаңағы басқа Бангалор әдемі дегенсің ғой. Жайпурға қарағанда. Осы.
Жайпурдың трафигі осындай. Пип, 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 деп пипілдей береді. Brother, only beep, 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 beep. Woo! Jaipur! 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 Осындай локация тауып алдым, қараңдар, қандай әдемі. Ворота, арочные ворота. Жайпурда күн ыстық қайнап жатыр. Өте ыстық. Мінекей қараңдар. Бұл Жайпур, достар. Жайпур осындай екен, достар. Yeah? Serious? Yeah, it's ready. Just. Yeah. Сәлем, достар. Бүгін Жайпурдамыз. Қазір, короче, мынандай местный базарға келдік. Бірақ бұл местный базар өкінішке орай жабық екен. Енді қазір Лукас екеуміз Хава Махал дейтін бір, короче, андай не бар. Старый осы ескі Раджастанның жаңағы бір туристтар келген кезде барлығы баратын сондай бір мекен жайы, сондай бір андай достопримечательности десем де болады. Сол жерге қазір баратын боламыз. Мына келген базар өкінішке орай жабық екен. Сондықтан да Хава Махалға баратын боламыз. Кеттік, достар. Осындай бір локация тағыдан. Күн деген қайнап жатыр. Күн ыстық, ойбай. Ойбай. Күннің қалай ыстық екенін айтып жеткізу мүмкін емес. Жаман ыстық дала дейтін. Ойбай. Алдында Гоада жүрген кезде ол бір бөлек қой енді. Күн ыстық болса суға барып түсіп аласың деген сияқты. Мияқта ондай тема жоқ. Ойбай. Осындай бір локацияға келдік енді. Мынаның аты Жантар Мантар дейді. Бұған кіру туристарға 600 рупия. Үндістерге 100 рупия. Google'дан қарасам ішінде дым жоқ екен. Оған кіріп не қылам 600 рупия беріп күннің ыстығында. Одан да Жантар Мантар дейсіп сырттан қарайсаған дұрыс сияқты. Міне, Жантар Мантар. Бұдан артық не керек? Жантар Мантар. Міне, іші осындай. Hello! Жантар Мантар осындай, достар.
Jantar mantar it's not good, yeah? No, no. 600 very expensive, brother. Yeah. 600 me, 600 you, 1,200. Yeah. You happy? Yeah. Why? Small. Hey. Baka. Жолдың ортасында. Неше түрлі нәрселер бар ғой мына жақта. Местный үндістердің кварталына түсіп кеттім. Ассаламу алейкум. Күннің ыстығын-ай. Алматыны сағындым. Бір Алматының қағанатқа барып бір борщтан, тамақтан, мантыдан ұрып жіберсің ғой қазір. Шаршап кеттім үндістердің тамағынан. Макдональдс, Бургер Кингтан шаршадым. You fine? Yeah. You fine? Yeah. Şarma. Adriana, pues sí, Adriana, pues vamos. Are you okay? Hey brother, okay. That's good.
базарлар строительный базар сияқты. Жерде бар. Brother, what is it? What is it? Yeah, yeah. Look, this is bazaar. Нехто жүзім бар, граната, банан, мандарин, в общем, мынандай бәле бар екен. Арбуз бар, кауын. Керектінің барлығы бар. Көкөністер. Мына жақта да көкөністер толған. Так. Where is hostel, brother? Қазір енді хостелге де жақындап қалдық. Шамалы жүрсек, хостелға келеді екенбіз. Мінеки Домино пиццаға келіп, пицца заказ бердік спрайтпен. Аз болсын. Аз болсын. Thank you, рахмет. Аз болсын деп жатыр. Домино пиццаға келіп. Пицца жеп жатыр. Осы, короче, екеуі, екі пицца мен екі спрайт 620 рупия болды. Нормально? Окей, brother. Yo, let's go. Давай. Let's go. Yeah. Tasty. Қазір дәмі қандай екен айтады. Good? Керемет. Керемет. Жақсы. Yeah? Жақсы. Yeah. Жақсы. Жақсы? It's hot. Жақсы. Бұл бауырымыз Бразилиядан Лукас дейтін бала. Ас болсын барлықтарыңа. Кешке қаратай мінеки осындай локацияға келдім. Бұл Патрика Гейт деп аталады. Мен көрініп тұрмын ба? Өте әдемі екен, бра, өте әдемі. Осындай көрініс. Мен қазір Міне мен қазір ғана режимді ауыстырып түсіріп жатырмын. Жалпы осындай Патрика Гейт дейтін. Мына жерде осындай кольцо, машинелер, пробка, мотоциклдар, тук-туктар, газельдер, автобустар, пип-пип-пип-пип, пипілдей берет. Осы мінекей. Кешке қаратай Жайпур керемет екен, салқындау, әдемі. Ал қазір вообще керемет болып тұр. Жаңа кешке қаратай салқын болған, қазір вообще салқын. Ал обедте, ой-бой, таңертең мен обедте айта алмадым. Ыстық. Ертең обедте енді хостелде жататын шығармыз, ешқай жаққа шықпай. Я, міндетті түрде. По-любому ешқай жаққа шықпай жатам үйде. Ертең түстен кейін жаңағы бір 2-3 локацияға барып қайтатын шығармыз. Осы достар. Жаңағы локациядан қайтып бара жатырмыз міне енді хостелге қаратай. Автобус күтіп тұрдық 40 минуттай, ешқандай автобус келген жоқ. Сондықтан да тук-тукқа отырып хостелге бара жатырмыз. Мінеки Домино пицца. Бүгін менде Жайпурда 2-ші күн. Қазір Манкей, Тимпл, Дима бірдеңке дейтін жаңағы храмға бара жатыр. Маймылдар көп жерге короче. Осындай тук-тукпен. рупия болып жол ақысы. Күн ыстық Жайпурда, плюс 36 градус болып тұр. Өте ыстық. Үндістанның
тамақтары мүлдем бір жаман екен. Жейтін ештеңке жоқ, ешқандай тамақ жоқ. Жаңа бір ресторанға барып тамақ заказ бергенбіз. Лукас екеуміз. Сосын Лукастың тамағын алып келді, менің тамағымды әкелген жоқ. Жарты сағаттан кейін тамақ қайда деп сұрасам, заказ бердіңіз ба не дейді. Қазір жасап береміз тез-тез деп қойды маған. Керек емес дедім. Уже надо выдвигаться, уже жүру керек, кету керек. Керек емес, тағы да 30 минут күтуге желание жоқ деп кетіп қалдым. Енді сағат түскі 12 болды бізде Жайпурда. Қазір енді анау Monkey Templeға барғаннан кейін бірдеңе жеп алу керек. Өйткені қарны ашып жатыр. Мынандай мінекей осындай маймыл Temple екен. Monkey Temple. Маймылдар қаптап жүр. Hello. Hello, come here. Yeah? Hey, how are you? Monkey. Yeah, monkey? Yeah. Hey, tell me here. Bottle. Okay, go. Okay, go. No. Tell me. Ема. Қызық екен аяқ. Бұл достар Жайпур. No. It's not good. It's not good. Бұл Жайпур. Қараңдар, қандай көрініс ашылып тұр. Е-мая. Өте әдемі екен. Лукас білет қай қалып келу керек екен. Yeah. Let's go. Temple monkey. Yeah, let's go, brother. Қараңдар, қандай әдемі. Ойбай, күннің ыстығын айта алмадым енді. Таудың ортасында екен ғой Жайпур деген. Мінекей Monkey Temple дейтін осындай. Қараңдар, қандай керемет көрініс ашылып тұр Жайпурға. Мынау Үндістанның Жайпур дейтін қаласы. Яғни Раджастан. Кезінде Раджастан дейтін бір мемлекет болған. Яғни мемлекет болғанда өзі андай Үндістаннан бөлек бір жер болған ғой, короче. Осы Раджастан деген барлығы бірігіп Үндістанға қосыламыз деп шешкен. Сөйтіп Үндістанға қосылған. Қазір бұл аймақтың атауы Раджастан, ал дәл осы Жайпур Раджастанның астанасы. Я, Жайпурда 35 градус ыстық. Бүгін бізде 7 наурыз 2026 жыл. Мінекей, мен дәл осылай осындай жерде жүрмін. Monkey Temple деп аталады. Өте әдемі екен. Мінекей іші осындай. Мына жерде мен маңдайыма осындай бірдеңке жағып берді. Қолымда осындай браслет. Қараңдар, қандай әдемі. Бір ауыз сөзбен айтқанда керемет. Ұнап жатыр. Жайпурда саяхатым керемет өтіп жатыр десем де болады. Ал достар, сіздер тіркеліп, комментария жазып және лайк басып кетіңіздер міндетті түрде. Ал мінекей 10 минуттың ішінде тук-тукпен екінші локацияға келіп алдым. Осындай жерге.
Адамдар өте көп қаптап жүр. Осылай достар. Әдемі екен бірақ ол. Әдем болғанда, короче, андай су, речка ма, бірдеңке, көл ма, бірдеңке. Ар жақта, короче, андай здание судың ортасында. Осы. Енді әрине жаңағы впечатление кішкене басқаша болған. Керемет нәрсе көретін шығармын депші. Үндістанда фотоларға сенудің қажет жоқ дейді ғой. Солай фотоға сенбей қойған дұрыс сияқты ғой. Жайпурдың автобустары осындай. Адам толы емес, бірең сараң адамдар отыр ішінде. Жаңа локациядан шығып, енді автобуспен хостелге бара жатырмыз. Автобус жолақы құны 20 рупия. Бұл Үндістан достар, Жайпур, Раджастан. Мына жерде всегда есігі ашық тұрады осылай. Сәлем. Достар, Үндістанда стройка осылай болады. Свайларын осылай құрайды, как положено. Үндістан. Барлығы біздегідей сияқты, сол Қазақстандағыда ешқандай айырмашылық, ешқандай өзгешелік жоқ. Фундаменті да ұзын сияқты, қалың. Бұл Үндістан. Үндістан. Осындай. Артыңа қарамасаң қағып кетеді. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух боласың. Осылай. Мына жері ремонт мотоциклов. Ремонт полностью. Hello. Қаптаған тук-туктар, пипілдеген мәшінелер, мотоциклдар, жан-жақта, короче. Ана, велосипед, мопед, сапед, не отыр мына қожу, ё-моё. Тоқтамайды, пипілдей береді, бекерден бекер. Неге пипілдеп атқанын түсінбейсің бұлардың? Әне. Ё-моё. Міне,
Каптаган машинелер, каптаган машинелер. Пипилдей берет. Ал сәлем достар, бүгін менде Жайпурда 3-ші күн. Қазір жанағы Амер Форт дейтін жерге бара жатырмыз. Лукас екеуміз. Осы жерде автобус тоқтайды екен. AS1 дейтін. AC1 дейтін автобус. Сол автобусқа отырып, жаңағы Фортқа барамыз. Енді бүгін соңғы күн менде Жайпурдаға. Ертең бұйырса Тадж-Махалға барамыз, Аграға. Күн деген жаман ыстық болып тұр, қайнавадыр. Білмеймін, автобус көрінбейді. Бұл Жайпурдың жаңағы транспортный системасы сәл ыңғайлы емес екен. Автобустар уақытылы жүрмейді. 1-2 сағатта бір автобус ғана келеді, болды. Мінекей осылай достар. Ал енді Жайпурда негізі әдемі жерлер бар екен. Бірен-саран әдемі жерлер бар, бірақ қалай айтсам болады. Күн ыстық, күн өте ыстық, және андай жүріп тұру қиын екен. Автобустар дұрыс емес, тук-туктар қымбат. Солай. Байк арендаға алу мүмкін емес мына жерде, өйткені бұл Гоа емес. Бұл жерде трафик көп, өте көп жаңа мопедтер, машинелер қаптаған. Қақып өте мүмкін да сіздерде. Осы енді қазір автобусты 1-2 минут күтейін. Келсе келді, келмесе басқа автоостановкаға бару керек екен. Мына жерде қатты ыстық екен. Автобусқа міндім, короче. Автобус енді маршрутка болып жатыр ғой біздегі. Бұрында жаңағы Алтын Ордаға, Барахолкаға, андай кішкентай маршруттар жүреді ғой, газельдар. Сондай тема ғой мынау деген. Қаптаған адамдар, короче. This is India. This is India. Yeah. This is India. This is good picture? Me? Okay. Мені фотоға түсіріп жатыр екен. Мінекей осы достар. Үндістанның автобусы. Жайпурдың автобусы. Мына базарлармен мен кеше жүріп едім ғой. Осы, короче. Ал қазір енді Амер Фортқа барып, Форт көрейік қандай екен. Андай китайский стена бар ғой, типа. Великая китайская стена дейтін. Сол сияқты бір тема екен, короче. Соны барып, видеоға түсіріп көрейін. Одан кейін сол Амер Форттың жанында тағы да бір 10 шақты достопримечательностьтар бар екен. Соған барамын. Енді әрқайсысы әрқалай орналасқан. Біреуі Амер Форттан 500 метр, біреуі 1 километр, біреуі 2 километр деген сияқты. Жақындарын қарап, алыстарына тұтпен бара салам енді. Ояқта өткен автобус жүрмейді. Сосын уже так-та шаршаймын. Бүгін ыстық, одан кейін өзің шаршап уже ешқайқа барғың келмей қалады. Сол кезде жаңағы неге бір жерге барып тамақ ішіп аламын да. Одан кейін хостелге баратын боламыз. Сосын кешке қаратай шығып, тағы да кешкі Жайпурды аралап шығамын. Бір тамақтанып, Домино пиццаға барамын да, Макдональдсқа ма. Сосын болды, уже надо готовиться, жаңағы киімдердің бәрін сумкаға салып, ертеңде жаңағы Аграға баратын рейске дайындалу керек. Ертең таңғы сағат 6:30-да хостелдан шығып кету керек бізге. Өйткені сағат 8:15-де, 8-де дейікші, бізде поезд Аграға дейді. 4,5 сағаттай жүреміз. Кім білмейді, Агра дейтін ол жаңағы Нью-Делиге жақын орналасқан қала, 1-2 сағаттық па, 3 сағаттық жерде. Ол жерде әлемнің жаңағы ЮНЕСКО-ның қорғауында всемирное наследие Тадж-Махал бар. 20 жыл бойы салынған. Ал достар, Үндістанның қонақжайлығы осындай екен. Мына артта отырған жігіттер
Үндістан ұнамаса, жаңағы ипілдеген тук-туктар, күннің ыстығы, адамдардың далада тамақ пісіруі, солар ұнамаса, өзіңнің еліңе қайта бер деп қояды да. Сосын мен айттым, это же правда деп, что сендерде жаңағы неше түрлі тук-туктар қаптаған, далада қалай болса солай тамақ пісіресіңдер, лассыңдар деп айттым да. Енді бұл шындық қой, сол шындықты мойындасаңдаршы деп айтсам, маған айтады, бұл біздің культурамыз дейді, мәдениетіміз. Мен сосын айттым, мәдениеттерің болса, онда жақсы екен дедім. Мен қызық екен Үндістанда негізі. Бұлар, оказывается, ежелден бері жаңағы мусорды барлығын далаға лақтырып жүре береді екен, для них это нормально. Далада тамақ пісіру, қолмен тамақты араластыру, былай барлығы бұлар үшін одним словом нормально екен. Осылай достар. Бұл енді мен ешқандай ренішім жоқ жігіттерге, өйткені Үндістанда 1,5 миллиардтаған адам бар. Сол 1,5 миллиард адамның ішінен 1-2 адам маған Үндістан ұнамаса кеттім деп айтқан сөзіне мен ойбой деп мұрнымды бұжыратпаймын. Бірақ та шын нәрсе айтып жатыр, ұнамаса кеттім. Мен айттым, ұнамайды. И так та өзім кетейін деп жатырмын деп айттым. Сонымен күліп қояды. Арты отырған жігіттер. Осы енді айтатыным. Достар, мына Лукас отыр. Автобуста кетіп бара жатыр. Әлі жүріп келе жатыр. Бір 30 минут болды жүріп келе жатыр. Мінекей осылай келе жатыр. Қаптаған адамдар, болған адамдар. Әне. Біз бара жатқан жер осы. Көрдіңіздер ма? Типа китайская стена деп аталады. Осы жаққа бара жатыр. Мынау крепость қой, жаңағы Жумонгтағы сарай. Аттанды қалаш. Хан ием дейтін жерлер ғой. Мінекей, мынау сарай. Сарайдың бас кіретін жері сияқты. Өте керемет құрастырылғанда қараңыздаршы. Мына жерде су, судың ар жағы уже қамал. Осылай жасалған екен. Мына жерде туристтар жүр екен таңда. Қамал деген осылай болады. Мына қамалға кіріп көр енді, күшің жетсе. Ё-май, өз көзімен қамалды көрдім ғой. Ежелгі заманның, ежелгі дәуірдің қамалы. Мінекей осындай қамал. It's here. Міне қазір ғана автобустан түстім. Осындай әдемі жер екен. Амберфорд. Бір адамға 400 рупия екен. Мінекей қараңыздар. Бірден 4 адамға дейін 400 рупия ма, сондай бірден ке. Мінекей қамалдың ішіне де кірдік. Ежелгі заманның қамалы Когурё, ұлы Жумонг жасасын. Хэмосу Сардар жасасын. Және кім бар? Юхуа, Гэмуа хан жасасын деп сарайдың ішіне кірдік мінекей. Осында үлкен қамал екен. Алпауыт ғимарат. Мына ойлаңдаршы, осы жерге шабуыл жасайды ғой.
кезінде. Мына сулардан өтіп шабуыл жасаған. Мынау қамалдарды қорғаған. Ішіндегі адамдар, сарбаздар. Қалай шабуыл жасаған деймін да, ё-моё, оңай емес екен мына жаққа көтерілудің өзі. Осындай алпауыт қамал. Андай түріктердің банясына кірдік. Даммам дейді, Түркиш. Қазір көретін боламыз. Қандай даммам екен. Ой, не бұл? Мынау қайттан ішінен шықтық қой, кесін ауыз, жоқ. Бұл түріктердің моншасы. Артында Лукас. Ой, бай, қаяқтан шығып кеттік қайттан, айналып. What is it? Oh. Yeah. Мінекей осындай жерден шықтық. Айналып. Ой, бай, не деген әдемі көрініс мына. Ай. Көздің жауын алады ғой, жауын. Не деген әдемі. Құдайыма, қараңдар. Қамалды көрдіңдер ма? Қандай ұзын? Қамал. Мына жақта үндістер отыр. Осы достар. Күн ыстық енді, қатты ыстық. Бас ауырып кетті. Біз деген анау. Ар жақтан келдік, мына жаққа дейін көтеріліп. Енді қайттан түсуді айтсаңыздаршы қазір астына. Бұның өзі бір проблема. Қазір енді сырт жағын көрсін сіздерге қандай екен. Міне күнді көрдіңдер ма? Қалай ыстық. Мен үндісше түсінбеймін. Сондықтан маған түсірмей қойса да болады. О, фото. Апаларымыз фотоға түсірейін деп жатыр. Үндіс тәтелерімізді видеоға түсіріп жатыр, Лукас екеуміз. О, Лукас фотоға түсіріп жатыр. What? Photo? Ah, okay. For you? Here? Picture. Here. Oh, yeah. No, you twinkle.
Қазір мен Лукас фотоға түсіріп жүрейін. Мінекей көтерілдім Амберг форттың жоғары жағына. Билет 1000 рупия болды. Осындай көрініс ашылып тұр. Ой, қандай әдемі. Жана мен осы жерлерде жүргем, төмен жақта. Қымбат негізі 1000 рупия деген. Қымбат болса да көтерілдік қой енді. Қараңдар, қандай әдемі көрініс ашылып тұр. Мынау полностью қоршалған қамал сияқты ғой. Ар жақтардың барлығы қамал, заборлар, қоршау. Қаптаған туристар. Күн өте ыстық, ойбай. Айта алмадым. Ал достар, дәл қазір мен Жайпурдың метросына кірдім. Билет құны 2 адамға 30 рупия болды. Қазір енді анау Syndicate дейтін аялдамаға барып, дальше қосылға дейін бір 800 метрдей жаяу жүреміз. Метроның ішін қараңыздар, осындай әдемі. Мынау үндіс балдар және осындай метроның. Мумбайдың метросы сияқты үлкен емес екен, бірақ дегенмен біздің Алматының метросынан сәл үлкендеу. Я. Осылай достар, 30 рупия болды жол ақысы. Енді қазір Lucas, brother. Yay! This is metro. Yes. And Good. This metro is good. Жайпур бауырымыз ағылшынша білмейді енді. Өкінішке орай. Сол достар. Қазір бір 2 аялдама жүрсек, Syndicate-тан түседі екенбіз. Болды, осымен саяхатым аяқталып жатыр. Ертең таңертең Аграға жүреміз, Тадж Махалға. Болды достар, комментария жазып, лайк басып кетіңіздер. Және маған YouTube-қа тіркеліп кетіңіздер. Рахмет.